Сәлеметсіздер ме? Бұл видео сабақта біз фотошопта суретті қырқу және де екі суретті біріктіру жайлы айтып өтетін боламыз. Біз практика жүзінде мынандай сурет жасайтын боламыз. То есть мына екі түрлі сурет, соны общий біріктіргенбіз. Видеоны бастамас бұрын мен мынандай сілтеме қалдырып кетемін. Астына видеоның сипаттамасында ма, видеоның сипаттамасында. И осыны ашасыздар, ссылканы. Так, мен қазір Microsoft Edge-бен ашайын, өйткені менде Google Chrome'да қазір Google Chrome'ға кірсем, менің аккаунтыма көшіп кетеді. Так, Microsoft Edge. Вот. Так, осыны ссылканы ашасыздар да, сол кезде мынандай екі файл шығады. Мынау жәндегі адам, мынау біздің камерамыз. Ну, то есть фотоаппарат деген бұл. И екеуін скачать етесіздер. Все, міне скачать етілді. Так, загрузкаға барамыз да. Міне бізде Nikon камера и поезд жолы деген екі файл тартылды. И бізге мынау Photoshop'та мынау бірінші Nikon камераны ашу керек. Одан кейін алдын ала айтып қоя салайын. Менде Photoshop'тың мынандай версиясы орнатылған 21.2.10 деген. Сіздерде енді басқа версиясы болса, енді кейбір бір-екі жерлер ұқсамауы мүмкін, бірақ сонда да бір қателеспесем, 2017-тен бастап примерно барлығы бірдей осындай ішкі жағында, то есть бір-екі функциялары ғана сәл өзгеше болуы мүмкін. Егер сізде Photoshop жоқ болатын болса, интернеттен, YouTube-тан как установить Photoshop деп іздейтін болсаңыздар, орысша әртүрлі видеолар бар. Ол жерде орысша білудің не қажеті жоқ, то есть сіз оны әшейін анау видеода істеп жатқан қайталап отыра берсеңіз де болады. Так, енді бізге мынау Photoshopқа барып, мынау Nikon камера деген ашу керек. Ол үшін мына файлдың үстін басып, оң жағын басып мышканың открыть с помощью Adobe Photoshop деп таңдасақ болады. Либо мынаны алып, мына барып копирование деген нәрсе шығады. Сол нәрсе шыққан кезде бүйтіп басасыздар. И окей дейсіздер, сол кезде Nikon камера деп ашылды. Енді бізде мына жерде бұл кәдімгі мынандай JPG деп сурет түрінде ашылып тұр да, бізге мынандай мынау сияқты PCD деген форматта осылай тұру керек. Сол үшін ондайды істеу үшін біз мына жақта мынау құлыптың барып басамыз, құлыптың үстіне именно, и осы кезде слой 0 деп айналады. И осыдан кейін Ctrl-S арқылы либо файл сохранить деп басасыздар. Ну, енді қайсысы оңай. Мен лучше горячий клавишті үйренген дұрыс, Ctrl-S-ті басып. Так, мына жерде атын мен сурет деп сақтай салам. Так, мына жерде окей деймін. И енді бізде мына сурет .pcd деп сақталды. Осыған мән беріп қараңыздар. Жәндегіде JPG емес, уже мынау PCD деген Photoshop'тың проектісінің файлы. И енді келесі кезекте біз мына жаққа барып, мынандай сол слой 0 дегеннің атын ауыстыруымыз керек. Мына жерде именно текстің үстін барып басуыңыз керек екі рет. Мынандай мына жағын барып басып жүрмеңіздер, мына жағын барып бассаңыздар, мынандай вообще басқа нәрсе шығады. Мынаның үстін бассаңыздар, вообще басқа нәрсе шығады. Мынаны бассаңыздар, мынандай көрінбей қалады, мына көз бассаңыздар. Мына көз жоқ болса, значит көрінбей тұр. Сол үшін мынандай менің қайталағандай қайталаңыздар. Именно мына текстің үстін барып екі рет басамыз. И осы кезде мынандай выделение, редактирование шығады. И осы жерде фотоаппарат деп жазамыз. Неге бүйтіп жазып жатыр десетін болсаңыздар, просто қазір мына слойлардың саны көбейе бастайды, мына жер толып кетеді. Сондықтан да осы әрқайсының аттарын жазып жүру керек, өйткені мына жерде мынау не бар, не жоқ екен, мына жерде толық көре алмаймыз. И енді біз мынандай суретті істеу үшін біз мына ортасын қырқуымыз керек, мына фотоаппараттың. Оны қырқу үшін выделение деген инструменттерді пайдаланған дұрыс, бірақ оның бүйтіп қырқудың неше түрлі варианттары бар. Егерде қазір сол біз видео барысында бір-екеуін ба пайдаланып кетеміз. Мысалға мына жерде мынандай бар, инструмент быстрое выделение деген бар. Міне быстрое выделение, осы арқылы да бит не қылсаңыздар болады. Бірақ бұл қараңыздар, бұл мынандай дұрыс не қылмайды. Формаларды дұрыс істеп жатқан жоқ, мынандай қисық істеп жатыр. Бұны пайдаланбаймыз. Одан кейін мына выделение болып тұр, мынау айналасы, осыны
алып тастау үшін Ctrl-D-ді басамыз, сол кезде міне көрдіңіздер ме, қайтып жоқ болып кетті. Қайтып сызып, қайтып Ctrl-D-ді басып тастасаңыздар болады, егер бірдеңені қате істеп қоятын болсаңыздаршы. Либо мынандай қазір Photoshop'тың мынандай через искусственный интеллект арқылы істейтін мынандай выделение объектов деген бар. Бұл андай сразу сең орынға мысалға мынаны выделить ететін болсақ, просто бүйте салсаң да болады. Мынаны белгілесең, міне өзі автоматически қырқып тастайды. Қазір қараңыздар, мен мынаны Ctrl-J-ді басатын болсам ше, мынандай жаңадан слой пайда болады қырқылғанның. И мен мынау фотоаппараттың көзін жауып қоятын болсам, міне көрдіңіздер ма, фотоаппаратты почти дұрыс қырықты, бірақ сонда да қараңыздар, дұрыс қырықпаған кейбір жерлерін. Ну енді искусственный интеллект болған соң, ана Сирилер сияқты любой нәрсені істей алмайды, бұл өкінішке орай. И мынаны удалить ету үшін просто мынау слой 1 дегенді басамыз, үстін осындай выделить етеміз да, мынандай delete дегенді баса саласыздар кнопкаңызды. Либо мынау астында мына удалить дегеннің мусордың несі тұр, да дейміз. Так, енді бізге мына жерге идеальный домалақ қып қырқу үшін, то есть мына фотоаппараттың линзасын, бізге мынандай инструмент керек. Мынандай инструмент, мынаны барып, мына жақты барып мышканың оң жағын басатын болсаңыз, мына жерде прямоугольный область деген бар, төртбұрышты қырқуға болады. Либо мынандай түрлі нәрселер бар, біз овальная область деген таңдауымыз керек. И осыны овальный область таңдаған кезде үстіде мынандай нәрселер шығады. Мынау сіздерде, по-моему, по умолчанию мынандай тұру керек, обычный деп ше. Бізге бұндай емес, мына жерде задан пропорции деймізде, мына жер 1:1 деп тұру керек. Типа 1:1 деген андай идеальный домалақ қырқады да. И енді мына жаққа барамыз да, мынаны увеличить ету үшін, мынау тұрған жерді увеличить ету үшін Ctrl+ды баса берсеңіз, андай үлкейе береді. Ctrl- бассаңыз, кішірейе береді. Ctrl-0-ді бассаңыздар, мынандай экранды алып тұратындай істейді. Либо андай Alt-ты басып тұрып, мышканы колесикасын крутить ететін болсаңыздар. Қазір мерде мынандай инструмент таңдалып тұрған соң, оны крутить етсең үлкейіп кішіремейді ше. Қазір мен мынаны барып басатын болсам ше, и Alt-ты басып тұрып үлкейтіп кішірейтсем, колесиканы крутить ететін болсам, мышканың ше. Қараңыздар, мынау инструмент тұрады, инструмент перемещение деген, осы таңдалып тұрған кезде, Alt-ты басып тұрып, мышканың колесикасын крутить етсеңіздер, мынандай кішірейтіп үлкейте беруге болады. Осындай нәрселерді үйренбаған дұрыс. И енді бізге мына овальный область таңдау керек. Мына жерде пропорция бәрі тұр. И енді мен негізі мына жерде және не үшін істемеген түсінбедім ше. Қараңыздар, мен мына жерде мынау инструмент таңдалып тұрса да үлкейтіп кішірейтіп жатырмын. То есть ол жәнлегінде не обязательно екен. И енді бізге мынаулар арқылы бетіп жан жаққа, үстіге, астыға қозғалта бересіздер. Так, бізге енді мынаны домалақ қырқу керек. Оны қырқу үшін біз енді мынаны барамыз да, точка қоямыз да, мышканы басып, бетіп мынаны тартатын болсаңыздар, мен үлкейеді. Так, пока мынаны өйстіп кішкентай ақ істеп не қылсаңыздар, мынаны просто қазір өзгертуге болады. Біз мынаны идеально мынау линия бойынша істейтін боламыз. Олай істеу үшін выделить етіп тұрған үстін барамыз да, мышканың оң жағын бассақ, мынандай меню шығады, контекстный меню. Осы жерде трансформировать выделенную область дегенді басамыз. И енді мынаны қараңыздар, мен мынаны битіп увеличить ететін болсам, мынаны битіп увеличить ете берсем, өзгере береді, қазір қараңыздар. Так, енді мынаны орнына қою керек. Лучше мынаны биткен дұрыс. Мына жағын линияға тақаймыз да. И мынау екінші жағынан тартып көреміз. Мынау линияға дейін тартамыз. Сол кезде міне выделение болды. То есть мына екі жағын бірдей болып тұр. Енді мынаны ортасынан барып, төмен қарай мышкамен ұстап тұрып түсіреміз. Міне көрдіңіздер ме, ровно круглый болды. Мынандай жан жақтарын бітіп, увеличить етіп қарасаңыздар болады.
міне асты міне ровно келді. Үсті ровно келіп тұр. Міне. И мынау екі жағына дұрыс келіп тұр деп ойлаймын. Міне. Бәрі дұрыс келіп тұр. Енді мынаны барамыз да, мына жақта галочка либо Enter бассаңыздар. Ой, Enter бассаңыздар, міне өзі не қалады. Енді осы жерден клавиатурада Del деген кнопканы басамыз. Либо мына жерде қазір бар ма екен? Мына жерде жоқ екенше, андай өшіріп тастайтын. Лучше клавиатурада Del деген бассаңыздар, мынандай нәрсе шығады, то есть қырқылып кетті уже. И енді Ctrl-D арқылы барып, мына жәндегі мына выделить етіп тұр ғой, мына әлі линиялар тұр. Осыны отмендету үшін Ctrl-D-ді басамыз. Міне сол кезде міне домалақ болып қырқылды, әдемі болып. Бәрі дұрыс қырқылды деп ойлаймын. Так. Енді келесі кезекте бізге проектімізге мына пойыз жол адам деген суретті лақтыруымыз керек. Ішіне бүйтіп выделить етіп лақтырсаңыздар болады. Мына жерде Enter бассаңыздар сразу. И енді бізге мына жақтан барып, мына пойыз жол адам деп өзі аты сразу жазылып тұр жерде. И осы жерге барып біз непрозрачность дегенге барамыз да, соны бір 80-ге ма или 78-ге ма қоямыз. Ну енді просто мынау сіздерге көзге көрінетіндей болу үшін. И енді мынау слойды ары бері қозғалту үшін біз мынандай перемещениенің инструмент перемещение деген таңдау керек. И осы кезде мына жерде сразу айтып қояйын, мындай автовыбор дегенде галочканы алып тастайсаңыз, өйткені андай қазір мына жағын бассаңыздар, мынау слойға кетіп қалады, мына жағын бассаңыз, мына слойға кетіп қалады. Лучше оны алып тастаған дұрыс, автовыбор дегендің галочкасын. И мынау пойыз жол адам дегенді барып басамыз да, именно осы слойды. Бізде же екі слой пайда болды. И осы слойдан бүйтіп ары бері қозғалта берсек болады. Былай. Бізге енді мынау ровно по центру керек. Қазір қарайық. Так, ровно по центру. И мына асты жағын қараңыздар, мына рельс мына жерден бітіп қалып, мына жер пустой болып қалды. Сол үшін оны сәл төмен түсірейік. Міне сол кезде міне тағы да түсірейік. Міне пойыз так, тағы да кішкентай түсірейік. Міне сол кезде біздің рельсіміз идеально мынандай неден басталып тұр. И так, болды дейме. Енді мына қайта обратно 100%-ке қоямыз. Непрозрачность дегенді барып бассап 100%-ке бітіп қоямыз да. Енді қазір қараңыздар, мен мынау пойыз жол адам деген слойды алам да, мышкамен ұстап тұрып, астыға қарай бітіп түсіретін болсам, міне сол кезде мына біздің пойыз жолымыздың ішіне кіріп кетеді андай. Егер де мына түсінбей тұрсаңыздар, мына просто андай мынау астында тұрған слойлар арт жағында тұрады, мына суреттердің іші. Мына бер жағындағы, то есть үстінде тұрған нәрселер мынау экранның бергі бет жағында тұрады. Сондықтан қазір қараңыздар, егер де мен мынаны қазір көзді не қылып болсаңыздар, көрдіңіздер ме? Әшейін просто жәнелегі сурет ана арт жақта тұр, мына бер шетте мына фотоаппараттың суреті тұр, ортасы тесік. Көрдіңіздер ме? Бізге осындай нені пайдалану керек. Енді бізге мынау секілді линияларды жеке шығару үшін, оны жеке шығару үшін бітеміз. Мына жаққа барамыз да, мынау пойыз жол адам деген таңдаймыз да, Ctrl-J-ді басамыз. Сол кезде мына пойыз жол адамның копиясы шықты. Біз бұны бұлай емес, лучше бете салайықшы. Мынау ең астындағы адам дейміз да. Адам, бұл адам ар жағындағы тұрған слойда, арғы жақ дейміз. И енді мына пойыз жол адам копия дегенді үстіге шығарамыз да, фотоаппараттың ұстап алып. И бұның атын біз адам бергі жақ дейміз. Өйткені мынау фотоаппараттың бер шетінде тұр, мына үстінде тұрған соң ше. Короче, қараңыздар, логикасын түсінген шығарсыздар, мынау үстінде тұрса, мынау бергі беттерде тұрады да, то есть неғұрлым бергі бет жағында. Ал арт жағында астында тұрса, то есть ары қарай арт жағында тұр деген мағынаны білдіреді. И енді бізге мынаны тағы барамыз да, адам бергі жақ дегенде барамыз да, бір 80-ге дейін ба түсіріп қарайық мына прозрачностьті. Чуть-чуть түсірейік. 50-ге дейін түсірдім мен, так тұрдыңызда 60-ға дейін ба. Ну, короче, жартылай көрініп тұрса болды, прозрачный болып. И енді бізге келесі кезекте мына рельсті бүйті қырқу үшін
мынаны бүйтіп рельспен қырқу үшін ше, мынау сияқты бүйтіп осылай қырқу үшін енді біз былай жасаймыз. Мына жерде мынандай инструмент бар, перо деген. Мына мышканың оң жағын бассаңыздар, міне андай нелер тұр. Инструмент перо деген таңдаймыз. И осы пероны таңдаған соң біз мынау сол жағынан бастайық. Именно сол жағын увеличить етіп жатырмын мен. И осы жерге барып точка қоямыз, именно мына линияның бойымен ше, мына линияның бойымен бүйтіп қоямыз да точканы басамыз. Осы кезде мына бастапқы точкасы пайда болды. Енді біз мына жағынан таңдауымыз керек. Енді мынау көрдіңіздер, мына фотоаппараттың суретінің ар жағынан қырқуымыз керек. Енді бір точканы таңдап, так, мына жерге бір точка қоямыз. Сол кезде көрдіңіздер ма, біздің рельсті ровно бір линия кесіп тұр. Енді мынау линияны мына бет жағына қоямыз. Мынау рельстің тура мынандай бұрыш жағына. И келесі кезекте мынау жағына қоятын боламыз, то есть мынандай шет жағына. Мына қараңыздар, сол кезде біздің рельсті бүйтіп қырқып жатырмыз уже. И енді біз келесі кезекте мынау жағы үшінші, мынау соңғы линиямен, мынау линиямен, мынау бастапқы линия ғой. Ал мынау соңғы линия. Енді осы соңғы линияны аламыз да, мынау бастапқы линия екеуін біріктірсек, сонда бізде мынандай круг пайда болады, өзі замкнутый. И осы кругтың ішіне барып мышканың оң жағын басатын болсаңыздар, мынандай контекстный меню шығады, осының ішінде выделить область дегенді басасыздар. И мына жерде 0 пиксель, сглаживание, окей дейміз. И қараңыздар, сол кезде мына біздің бағанағы выделение сияқты нәрсе шықты. Міне көрдіңіздер ма, выделить етіліп тұр. То есть бұл да суретті қырқумен айналысып жатыр қазір. Енді өйстіп тұрғаннан кейін Ctrl-J деген кнопканы басамыз, екеуін қатарынан, то есть горячий клавиш. И сол кезде мені қараңыздар, біздің жаңадан бір слой пайда болды. Егер қазір мен бәрін жауып тастайтын болсам, и мынаның непрозрачностьті 100-ге қоятын болсам, міне біздің мынандай пойжолымыз қырқылып, мынандай кусок қырқылып тұр. И мынау бағанағыларды қайтып көрінетін қоятын болсақ, бізде мынандай нәрсе шығып тұр. Енді мынау адам бергі жақ дегенді көзін алып тастаймыз. Сол кезде міне бізде мынау жәндегі мынау суреттегенде шығып тұр. И қараңыздар енді. Болды уже, біздің почти бітіп қалдық мына урокты. Міне бізде бәрі идеальны көрініп тұр. Суретті дұрыс қырықтық, екі суретті уже дұрыс біріктірдік. Енді қазір қараңыздар, мына екі суреттің цветтерінің сочетаниялары әртүрлі. Қараңыздар, мына жақ бір сарылау цветті, мына жақ қуып кеткен басқаша цвет болып тұр. Осыны аптастау үшін, то есть осындай мынау сияқты эффект шығару үшін, то есть единый, біз мынандай нәрсе жасаймыз. Мына слойлар тұрған жаққа барамыз да, астында плюсик деген жерді басатын болсақ, бізде міне жаңадан слой пайда болады, слой 2 деп. И осының атын заливка деп қояйық. Үстіне екі рет бассаңыздар, заливка цветом деп па, сондай. Заливка қазақша қалай болады екен? Құю. Короче, орысша жаза берейінші лучше. Заливка цветом деп жазам. И енді біз осы жерге мынау нені барамыз да, мына жақта астында инструменттердің тізімінде, панелінде ең астында мынандай қараның үстін барып басатын болсақ, бізде мынандай цветті таңдау шығады болады. Цветті таңдайтын нәрсе. И осы жерде мынау үсті жағында мынандай нені слайдермен именно көкке апарамыз. И көктің барып мынау именно мынандай қою көк жағын таңдаймыз да, окейді басамыз. Міне сол кезде біздің цветіміз көкке айналды. И енді бізде мына заливка цветом деген слой таңдалып тұру керек. И осы кезде біз барамыз да, енді мынау заливка дегенді басамыз. Мына жерде сіздерде инструмент градиент, либо мынандай, мынаны таңдасаңыз, мынандай инструмент градиент деп көрініп тұрады, қап-қара, либо мынаны таңдайтын болсаңыздар, заливка деп болып тұрады. И біз заливка деген таңдаймыз да, осы мынау именно заливка цветом деген слойдың үстіне барып қоятын болсақ, бізде мынандай көк дөңбек экран пайда болды. Енді келесі кезекте біз енді осы слойды аламыз да, непрозрачностьті бір түсіреміз. Мына жерде бір 15-ке дейін түсіретін болсақ, міне бізде уже готовый проект шықты, то есть готовый сурет. Либо оны көбейтсек те болады, мысалға
20-ға қойсақ мынандай болады. Мен мына жаққа лучше 20-ға барып қойсайын. Міне сол кезде бізде мынандай сурет шықты. Қарап тұратын болсаңыздар, міне әдемі сурет шықты. То есть біз бұл видеода не үйрендік? Біз мынау суретті дұрыс қырқуды үйрендік, и екі суретті біріктіруді үйрендік. То есть бізде мысалға бастапқы мына екі сурет болған еді, пойыз жол адам, Nikon камера деген. Мына екі суретті біз біріктірдік те, бір единый мынандай сурет алып шықтық. Сіздер де осылай өздеріңіздің суреттеріңізбен жасасаңыздар болады. Мен мынаны Алматыда түсіргем. Әшейін камерамен түсірген соң онша шықпаған, бірақ дальше ары қарай өзім осылай фотокоррекция жасап, осылай әдемі істеуге болады. Бірақ ескертіп қояйын, пойыз жолды абайлап жүріңіздер, бүйтіп тағы да пойыз есіме қалып, сондай бір қайғылы оқиға болып жүрмесін. Бүгінге осы сабақ соңы, келесі жолыққанша.